Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Жансерік. Бүгін мен Матрешка РП ойынын ойнайтын болам. Бұл Матрешка РП ойынын сіздер Google Play'дан, Google'дан тарта аласыздар. Ал егер сіз бұл ойынды тартуды білмесеңіз, көріңіз. Достар, бүгінгі менің бұл видеоны салып жатқан себебім, сіздер матрешка жайлы маған сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Менің уровень 7-ші уровень, мен 11-ші серверде ойнаймын. Сіздер маған матрешка жайлы сұрақтар қойсаңыздар болады, мен сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Және де сіздер осы менің ашқаным емес, бірақ басқа біреудің несіне кіре аласыздар, отбасына. Сіздер егер менің отбасыма кірсеңіздер болады, және де басқа біреудің отбасына кірсеңіздер болады. Мен сіздерге ең тиімді нәрсені айтатын болсам, өздеріңізге жеке машина алмай, андай фэмилидің машинасын қолдана берсеңіздер болады. Осы мен сияқты. Мен өзімнің жеке машинам жоқ. Мен осы фэмилидің машинасын қолданамын. Солай. Сұрақтардың барлығын комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің сұрақтарыңызға обязательно жауап беретін боламын. Ендігіде видеолардан бастап сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Менің сол айтып жатқаным, сіздер матрешка бастаңыздар. Бұл өте қызықты ойын. Бірақ бұл қазақтардікі болмағанмен, ішінде қазақтар өте көп. Шын айтқанда, орыстар да көп. Сіздер бұл ойында сіздер государственный организацияға кіре аласыздар. Сіздер бұда полиция бола аласыздар, МВД. Сіздер бұда андай медицинаға кіре аласыздар. Сіздер армияға бара аласыздар. Және де тағы басқа. Бұл ойында оружияға лицензия, және де бұл ойында шаурма жей аласыздар. Әртүрлі машиналар бар, мотоциклдар бар, мопедтар бар. Солай, сіздер матрешка серверіне кіріп, 11-ші серверді ойнасаңыздар болады, или қалаған серверлеріңізді ойнасаңыздар болады. Матрешкада жалпы 24 сервер бар, ал мен сол 24-тің 11-шісінде ойнаймын. Және де бұл жақта сіздер көп деген жұмыстар бар. Егер сіздер комментарийға жұмыс жайлы жазсаңыздар, мен жұмысты айтып беремін. Қай уровеньге қандай жұмыс жақсы, бәрін комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге егжей-тегжеймен жауап беремін. Және де бұл қазір мен айдап жүрген Toyota. Бұл менің фэмилидің машинасы. Бұл өзімнің машинам емес. Сіздер бұл ойында дальнобойщик, водолаз, біраз нәрселерді істей аласыздар. Механика, өрт сөндіруші, соның бәрін жасай аласыздар. Бірақ ең бастысы сіздер бұл ойынды тартуларыңыз керек. Және де ал достар, сіздермен бүгін мен болған Жансерік. Мен сіздерге осыны айтқым келді. Комментарийға өздеріңіздің сұрақтарыңызды жауап қалдырыңыздар. Ал достар, сау болыңыздар. Видеоға лайк басып, каналға жазылыңыздар. Ал сау болыңыздар.